Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін курабы печеньясын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, сары май, қант ұнтағы және ақуыз қажет. Бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Оның үстіне қант ұнтағын салып, екеуін миксерлейміз. Қант ұнтағын кәдімгі қантпен алмастыруға да болады. Енді ақуызды салып, оны да миксерлейміз. Ұнды алдын ала мен електен өткізіп қойдым. Осы массаның үстіне ұнымызды салып, кішкене қамыр болғанша оны да миксерлейміз. Массамыз дайын біздің. Насатканы кондитерлік қапшыққа саламыз. Насатканың номері менде 1С. Оның үстіне дайын болған массамызды салып формаға дайындаймыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды әдемі етіп гүл ретінде дайындап шығамыз. Печеньяның бетін макпен, джеммен немесе вареньемен әсемдесеңіздер болады. Мен өзім макпен әсемдедім. Енді қызып тұрған 180 градустағы пешке печеньямызды 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньялар дайын, дәмі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.